Қайырлы таң. Ашығып жатқан адамның екінші күні. Түрге мән бермейміз. Қазір тұрдым, ұйықтап қалыппын. Ыстық суымды енді ішкелі жатырмын. Ощущение, қарын прям ашып тұрған жоқ. Бірақ кеше түстен кейін қарнымыз ашып, тамақ сұрап, сондай болды. Бірақ ол кезде жаңа ыстық су ішіп, біз енді өзің несе настроен жақсы болса, оның бәрін басқара аласың. Не байқадым? Бір күннің ішінде не байқалды, соны айтайын дегем. Бүгін азанда тұрған кезде бетімде тонна слой май ғой, май. Сенесіздер ма? Прям как будто бетіме бір андай май жағып қойған сияқты да. Бұл бауырдың майды сыртқа шығарып жатқан, уже бауыр өзінің жұмысын бастап кеткендігін көрсетіп жатыр да, бір қуантарлығы. Бұл жерде бір нәрсені түсінек, әр адам өзінің денсаулығы үшін өзі жауапты. Мен өзім денсаулығым үшін өзім жауаптымын. И білем мен, организм қай жерде не болып жатқанын. Сигнал өйткені беріледі. Мысалға, кеше даже кешкісін жатардың алдында сол как будто бір аяғым қақсаған сияқты болып, сондай нәрселер білініп жатыр да, хотя ондай нәрсе до этого болмаған. И осындай сигналдарды адам не қылу керек? Оғына білу керек, и түсіну керек. Организм сізге всегда сигнал беріп тұрады. Мына жерде мынандай процесс дұрыс жүріп жатқан жоқ. Бір жерің ауырып жатса, мына жерді қарау керек деген сияқты сондай бір сигналдар берген кезде дер кезінде қарай алсаңыз, организм әрине сізге ұзақ уақыт жұмыс жасайды. Организм бұл зәпчас емес қой, ауыстырып сала беретіндей. Сол үшін дұрыстап қарайық. Ашығамын деп шешсеңіздер, барлық информацияны қарап, іздеп, тексеріп, оқып, когда адам оққан кезде, ақпарат миына барған кезде, соған қарай сай сіз әрекет жасайсыз. Бас салып, мен ашығып жатыр екен, басқа біреу ашығып жатыр екен деп, ондай нәрсе істемеңіздер. Міндетті түрде өздеріңіз дайындаңыздар. Ақпарат толып тұр, ютубта, именно Россия бұл жағынан өте күшті. Біздің Қазақстанға да келіп жатыр ғой, бірақ Россия бұны баяғыдан бері практиковать етіп, обливание жасау, мұздай су құю деген сияқты. Соның бәрін қарайсыздар, тексересіздер. Егер бір жерлеріңіз ауырып тұрса, міндетті түрде УЗИға түсіп, өтіңізде мүмкін тасыңыз бар шығар. Соның бәрін қарау керек. Бас салып ашыға салу, ол тоже қате. Дайындайсыздар организмді, чтобы жеңіл өту үшін. Кешегі жандосқа бат қостым деп аттым ғой. Соның біреуі чеснок. Чеснок вообще антипаразитарный қызмет атқарады ғой біздің ағзамызда. Бірақ бұл иммунитетті де көтереді, қанды да сұйылтады. Қай жерде құрт болса, сол құртты кетіруге жұмыс жасайды. Иммунитет көтерілген кезде ағза өзі артық заттарды өзі шығарып тастауға қызмет жасайды. Осының кеше 7-еуін бастады азанда, потом 7 штук ішті. Одан обедте жаңағы интервальный голодание 4 сағат тамақтануға болады. И обедте мен 5-еуін бердім. Мынау бір капсуласында бір головка чесноктан алынатын май және тимьян бар. Бірінші очередь қанын тазалайды деген мақсатпен бердім. Мен паразитарный болса да, хотя қанды сұйылтады деген оймен. Короче, чай. Чайдың маған загадка болды ғой. Қай шөп бұған тәтті дәм беріп атқан. Сонымен ойлап қоям, мынау не ғой деймін. Қызыл мия тамырлары деп тұр ғой. Корень солодкий ма? Вот корень солодкий деп тұр ғой. И плоды рябины дейді. Так, рябина дегеніміз бізде қалақай ма сонда? Ұшына ішкен кезде мұна шай, или мен прям соншама дәм сезіп қалған ба уже. Прям кәдімгідей тәтті нау. Хотя печеночный. Ішіп таусамай отырмын. Бір жаңғақ обязательно. Азында жемеймін, обедте бір жаңғақ міндетті түрде қосам. Мен нан жеп жүрген жоқпын. Хотя жандос нан жеп жүр.